Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз синоним. Синоним айтылуы әртүрлі, бірақ мағыналары ұқсас сөздер. Мысалы, бет, жүз, дидар, келбет. Синоним сөздердің белгілері әртүрлі дыбысталады, бір ұғымды немесе бір-біріне жақын ұғымды білдіреді. Бір сөз табына қатысты сөздер. Бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесі болады. Яғни, зат есімнен болған синонимдер қатары: аспан, көк. Сын есімнен болған синонимдік қатар: сұлу, әсем, көркем, көрікті. Етістіктен болған синонимдік қатар: қуану, шаттану, көңілдену, мәз болу, мәре-сәре болу. Үстеуден болған синонимдік қатар: қасақана, жорта, әдейі деген сияқты. Адамның бет әлпетіне қатысты синоним сөздерді тізіп айтып көрсек, мысалы, бет, жүз, түр, келбет, мүсін, қияпат, сиық, тұрпат, әрі, көркі, өң, ажар, шырай, пішін, кейіп, кескін, дидар, нұсқа, рай, әлпет, пошым, порым, бәден, ұсқын, нысай, сүрең, сұрық, сықпыт, сиық, жамал, әліп, сүгін, сүр. Яғни, осындай 24 түрі бар екен. Жалпы айтқанда, қазақ тілі түркі тілдері ішіндегі ең бай тіл. Мысал айтып кетсек, орыс әдеби тілінің ең үлкен 17 томдық академиялық сөздігінде 120.448 сөз тіркелген екен. Ал дәл сөздігінің 4 томдық кітабында 200.000 сөз тіркелген екен. Ал қазақтың түсіндірмелі сөздігінде 2.550.000 сөз бар екен. 2 миллионнан астам сөзі бар қазақ тілі өте бай десек болады. Яғни, қазақ тілінің ерекше тұстарын синонимнен де көруге болады екен.